Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәмдеткен қазақтың ұлттық тағамының бірі, яғни тәтті десертті женттің рецептісін сіздерге ұсынамын. 3 құрамнан тұрады, жасалу жолы жеңіл, сіздің көп уақытыңызды алмайды. Келесі видео рецепті хит рулеттердің рецептісімен бөлісемін. Және де рулеттерді кесіп жатқанда шашылып кетпеу үшін жасалу техникасымен бөлісетін боламын. Сондықтан да видео рецепті жіберіп алмас үшін мен YouTube каналыма тіркеліп қойыңыз. Сіздің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Жентті дайындау үшін талқанға бөлме температурасындағы жұмсақ, яғни езіліп тұрған сары майды қосамыз. Қант қосамыз, осының барлығын лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін талқанды алақанда қысқан уақытында шашылмай өз формасын ұстау керек. Егер де формасын ұстамаса, шамалы сары май қоссаңыз болады. Талқанды екіге бөлеміз, бір бөлігіне грек жаңғағын қосамыз. Грек жаңғағы қосу маңызды емес, ол өз қалауыңыз бойынша. Силиконовый формаларға салып шығамыз. Егер де сізде форма болмаса, коробка конфеттерінің формасына салуға болады. Немесе контейнерге нығыздап салып, талқан қатқаннан кейін 4 бұрыштық қылып кесуге болады. Ал екінші формаға жұмыртқан ыдысын қолданамыз. Миндаль жаңғағын саламыз. Миндальдің орнына қара мейіз қолдансаңыз болады. 2-3 шай қасық талқанымызды саламыз. Жақсылап, нығыздап, қасықпен басып аламыз. Сонда ол бізде шашыраңқы болып кетпейді. Қалған екінші бөлігін шарик тәрізді қылып қолымызда домалатып аламыз. Кокосовый стружкада аунатып аламыз. Формаларға салып болған соң қатаю үшін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа алып қоямыз. 4 сағаттай уақыт өтті. Жұмыртқаның формасынан шығару үшін саусақпен видеодағыдай ақырындап, жайлап шығарып аламыз. Мінекей біздің тәтті женттеріміз дайын, ас болсын. Видео сізге пайдалы болса, рецепт ұнаған болса, комментарий бөлімде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған дәметкен.